Фильм түсіру дегеніміз қызыққа толы керемет процесс деп көпшіліктеріңіз ойлауларыңыз мүмкін. Дегенмен де фильмді түсіру барысында актерлар фильмге керекті кадрларды алу үшін өмірін қауіпке тігіп жатады. Сіздерге түсірілім барысында болған жазатайым оқиғалар жайлы видеоны назарларыңызға ұсынамын. Алдамшы көрініс фильмнің түсірілімі барысында Айла Фишер есімді актрисаның өміріне қауіп төндірген жағдай орын алды. Судың ішінде кісенді шешу керек болған көріністі түсіру барысында актриса қиындыққа тап болады. Кісеннің бірі шешілмеді. Өкінішке орай түсірілім тобы оны бірден аңғармады. Олар бәрін түсінген кезде актриса есінен танып қалған болатын. Құтқару операциясы 3 минутқа созылды. Сол уақытта судың ішінде болған Айла тұншығып қала жаздады. Десе де актриса құтқарып алынды. 1965 жылы «Директор» атты фильмнің түсірілімі барысында актер қайтыс болды. Автокөліктің құмнан секіретін көрінісін қайта түсіру қажет болатын. Ондағы мақсат көріністің шынайылығын арттыру еді. Қайта түсіру барысында автокөлік аударылып, Евгений Урбанский есімді актер көптеген жарақаттар алды. Өкінішке орай, актерді аман алып қалу мүмкін болмады. Фильмдерді түсіру барысындағы ең жантүршігерлік оқиғалардың бірі 1983 жылғы Вик Марроу есімді актердің өлімі. Фильм көріністерінің бірінде Вик Марроу балаларымен өзеннен өтіп бара жатады. Сценарий бойынша олардың артқы көрінісінде өрт болып жатса, ал төбелерінде тікұшақ ұшып жүру керек болатын. Пиротехниктардың қателігінің кесірінен тікұшақтың артқы қалақшасы зақымдалады. Нәтижесінде тікұшақ дәл актерлар жүрген өзенге құлайды. Тікұшақтың қалақшасы актер Вик Марроу мен кішкентай қыз Дин Лидің басын шауып түсіреді. Ал ұл бала болса, ауыр соққының салдарынан көз жұмды. Кіші Сергей Бодров бастаған 27 адамнан тұратын түсірілім тобы Кавказ тауынан құлаған мұз бен селдің астында көміліп қалады. Біраз уақытқа дейін олар жақын маңдағы түнелге тығылып аман қалды деген сыбыс тарайды. Ал іздеу жұмыстары болса нәтижесіз аяқталады. Бірде-бір адамның тірі қалмағандығы белгілі бола бастайды. Фильмнің түсірілім тобының барлық мүшесі қаза болғаннан кейін оның түсірілімі тоқтатылады. Түсірілім кезіндегі жазатайым оқиғалардың ең танымалы Брюс Лидің ұлы Брэндон Лидің өлімі. Қарға фильмін түсіру барысында ұйымдастырушылар тапанша бітеуішінің кептеліп қалғандығын байқамай қалады. Сюжет бойынша Брэндонның кейіпкерін осы тапаншамен ату қажет болатын. Тапаншаны бос патронмен атқаннан кейін оның бітеуіші шын оқтың жылдамдығымен ұшып келіп, актердің омыртқасында тұрып қалады. Бір күн өтер өтпестен ол ауруханада небәрі 28 жасында қайтыс болды. Ұшқыштардың бәсекелестігіне негізделген үздік атқыш фильмінде әуе трюктері мен айқастарға толы көріністер өте көп. Фильмнің түсіріліміне сол кездегі ең атақты ұшқыш Арт Шоль шақырылды. Өкінішке орай оның фильмдегі жұмысы қайғылы аяқталды. Сценарий бойынша Шоль ұшақпен айналма жасап, көріністі кабинадан түсіріп алу қажет болатын. Осы трюкті орындау барысында аяқ астынан ұшақтың басқару жүйесі істен шығады. Ұшқыш ақау жайлы диспетчерге хабар беріп үлгерсе де, ұшақ Тынық мұхитындағы оңтүстік Калифорния жағалауына құлайды. Ұшақта ұшқыштың мәйіті де табылмады. Сондықтан да ақаудың не себепті болғаны әлі күнге беймәлім. Фильмдегі бас кейіпкердің ең биік мұнарадан секіретін көрінісі болғандығы үшін Болат фильмі тарихта қалды. Биіктен секіруді AJ Бакунас есімді каскадер өз мойнына алды. Түсірілім тобы биік мұнараны Лексингтоннан тапты. Оның биіктігі 91 метр. Төменде үрлемелі жастық қойылды. Түсірілім тобы трюктің қауіпсіз екендігіне сенімді еді. Алайда құлау кезіндегі соққы күшінің жоғары болғандығы соншалық үрлемелі жастық соққыға шыдамай тесіледі. Ал Бакунас болса ауыр соққыдан қайтыс болды.